қазіргі ата заңның қолданыстағы 95 жылы қабылданған ата заңның 13 бабы 1 тармағында былай деп жазылған. Әркімнің құқық субъектісі ретінде танылуына құқығы бар және өзінің құқықтары мен бостандықтарын қажетті қорғанысты қоса алғанда заңға қайшы келмейтін барлық тәсілдермен қорғауға хақылы. Бұдан не түсінуге болады? Мен бұл бапты бір емес бірнеше рет оқып берсем де, оқыған адамда, тыңдаған адамда бұдан бірден ештеңе түсінбейді. Неге? Себебі кезінде қазір қолданыстағы ата заңды дайындағанда бір қатар мынандай өрескел қателіктер жіберілген еді. Бұндай түсініксіз сөйлемдерді, ұғынықсыз сөздерді біз көптеген баптар мен тармақтардан кездестіріп отырмыз. Сондықтан асыра айтқандық емес, бірақ 1995 жылы қабылданған қолданыстағы ескі конституция мен жаңа ата заңның арасындағы мазмұндық, ұстанымдық, мағыналық, жаңашылдық, тілдік, редакциялық тұрғыдан айырмашылық біршама. Жаңа конституциядағы ондағы жаңа мәтінді жасты, үлкен де бірдей түсініп қабылдай алатын болады. Бұл қоғам назарына талқылауға ұсынылған конституцияның жаңа мәтінінің үлкен бір жаңашылдығы, артықшылығы деп сенімді түрде айта аламыз. Оны бірқатар азаматтар осы күндері әлеуметтік желілерде қолдап пікір жазуда.